Так, балалар, өлеңді тыңдадық, тыныш өлеңді тыңдадық. Бұл демек бізде кім екен? Жаңа ғана бізге шырқыратып ән салып берген біздің апамыз Байсекова. Демек біз балалар бүгінгі тақырыбымыз бойынша барамыз. Бұлбұл деген құсты білеміз ғой бәріміз балалар. Бұлбұл құсы қандай құс? Әнші. Дұрыс айтасың, әнші құс. Не үшін Күләш Байсекова апамызды қазақтың бұлбұлы деп атаған? Балалар, Күләш қай жылы туған екен? Жаза қойғаны 1912 жылы туған екен, иә? Келесі, және оның шын аты кім екен? 1912 жылы туған екен. Келесі, шын есімі кім еді? Гүл Бахрамдиана, дұрыс айтасың, жаза қой. Және ол қанша жасында туған екен? Көзімізді жеткізді дейді, иә? Балалар, жаңа ғана тыңдаған әніміз өте керемет болды, иә? Демек, олар да айтып жатыр, Күләштің қандай бұлбұл әнші екеніне көзімізді жеткіздік дейді. Ол қай кезде жеткіздік дейді? Мәскеуде не өткен екен? Мәскеуде не өткен екен? Қазақ өнерінің 10 күндік кезінде Күләш жаңа қырынан танып, демек қазақтың нағыз бұлбұл атағына дұрыс лайық екенін дәлелдеген еді өзінің. Балалар, ендеше қараңдар, мәтіннің естелікке құрылғанын дәлелде дейді. Мәтінін қалай дәлелдейсіңдер естелікке құрылған? Ағасы болған. Аға және Айтбек деген кім еді? Ол да ағасы. Демек, ағасы да өнерлі болған. Күләштің әкесі де өнерлі болған. Күләш деген қыз өнерлі болмай қайтсын, иә? Ендеше балалар, бәріміз тақтаға қарайық. Тақтада енді мәтін бойынша жұмыс жасайық. Мәтін бойынша осы жоспарды құрайық. Бәріміз кітаптың келесі бетін ашыңды. Рет саны бөлімнің атауы деген тұр. Енді осы мәтін бойынша біз жоспар құрамыз. Кәнеки бәріміз. Крей бар ма бөлімде? Крей алғаш. Енді көреміз. Қазақтың бұлбұлы, жарқын мінезді, тыныш, отбасы өнегесі, сыртына шебері деген кіря. Қазір мен сіздерге мынаны мен жақсы қиремін, 1, 2, 3, 4 деген мен жақсы бергенше сендер жоспарлардың бөлімін қайсысы бірінші тұрады, қайсысы екінші тұрады, қайсысы шығыстарында екінші тұрады екен, я байқасаңдар. Соның барлығы қайсы кім тапса, сол тақтаға шығып жабыстыратын болады.